тәжірибе алмасу мақсат өзіндік бір сәл де болса титтей бір жаңалық болса бөліссеңіз деген ой. Иә, Американы ашу емес, сіздерге бір деген жақсылап бір үйретіп жіберу емес, мақсат тәжірибе алмасу, үйрену және үйрету. Тақырыптардың барлығы қолдарыңызға тұр. Қазіргі болып жатқан сабақтағы барлық іс-әрекеттің ертең баланың өміріне қажеттілігі болып, сол іске асыра білсе, білімді өміріне ұштастырса. Біз осы тұрғыда өзімізше дайындалып, өзіміздің тәжірибемізді бөлісуді жөн көрдік. Келгендеріңізге алғыс, жұмысты бастайық. Біздер өзімді таныстырып өтейін. Лаура Абукерімқызы, әріптесім Балтуған Амантайқызы, педагог серіктесіміз. Барлықтарыңызды танысу алаңына шақырамыз. Келіңіздер. Жүрекпен шақырып отырмыз семинарымызға. Сіздер енді шын жүрекпен мына жүрекшені бір жүректен аласыздар. Дөңгелек болып тұра қалайық. Подходите, идемте. Идемте. Енді мектептеріңізді және аттарыңызды айтып өтсеңіздер. Мен 55-ші мектептен келдім, атым Альфия. 47-ші мектеп, алтын Гүлсім. Мен 57-ші мектеп, атым Райхан. Озған мектебі Мәрмет. 53-ші мектеп, атым Аман. Школа номер 20, школа 35, Елеонова. 53-ші мектеп, Айна. Дмитрий Карпович атындағы номер 16-ші мектеп, есімім Жанар. Рахмет, әріптестер. Шын жүректен деп бәріміз жүрегімізді көтерейік. Танысқаныма өте қуаныштымын. Енді қолдарыңыздағы жүрекшені ашсаңыздар, топтарыңыз берілген. Бойынша енді әріптесім қысқаша түсіндіріп кетеді сіздерге. Саламатсыздар ма? Бүгінгі семинарымыздың тақырыбы қалыптастырушы бағалау тапсырмалары арқылы бастауыш сынып оқушыларының ойлау дағдыларын жетілдіру. Бұл қалыптастырушы бағалауды біз жаңартылған білім мазмұны бастағалы бері сабағымызда күнделікті пайдаланып, қолданып және қалыптастырушы бағалаудың тапсырмаларын алып жүрміз балалардан. Бірақ сол қалыптастырушы бағалаудың тапсырмаларының өзінің деңгейінде ұйымдастырып жүрміз ба? Болмаса қазір бізде арнайы чаттардан дайын келеді. Ол біздің сабағымыздың талабына сай ма? Біз оны мақсатына қарап анықтап алып барып балаларға орындатуымыз қажет. Енді қалыптастырушы деген сөздің өзін 1967 жылы Майкл Скрейвен енгізген екен. Ал сол қалыптастырушы бағалау деген терминді кітапқа енгізген Бенджамин Блум. Блум барлықтарыңызға таныс. Осы біздің оқу мақсатымыз, жалпы сабағымыздың бастан аяқ қымыжымыздың құрылуы осы Блумға байланысты, Блум таксономиясына байланысты. Енді қалыптастырушы бағалау дегеніміз баланы үздіксіз бақылау болып табылады. Баланы үздіксіз бақылап отыру. Қалыптастырушы бағалау арқылы сабақта кеткен олқылықтарды дер кезінде жөндеуімізге болады. Қалыптастырушы бағалау арқылы баланың үлгерімін және мұғалім өзінің тәжірибесіндегі жетістіктерді, болмаса енді кемшіліктерді болады ғой, сол жағын анықтап біліп отыруға тағы болады. Енді қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын құру кезінде ең бірінші біз сабақтың пәнді таңдап аламыз, сол пәннен бір тақырып аламыз, тақырыпқа байланысты оқу мақсатын нақтылап аламыз. Оқу мақсаты да баланың деңгейіне байланысты, баламыздың жас ерекшелігіне байланысты аламыз. Одан кейін оқу мақсатынан кейін сабақтың жаңағы ойлау дағдыларын ұйымдастырып аламыз. Жаңағы Блум таксономиясындағы оқушылардың іс-әрекеттері бар. Білу, түсіну, талдау, қолдану, жинақтау, бағалау деген. Құрметті әріптестер, әр топқа жаратылыстану, математика, қазақ тілі пәндерінен дайын оқу мақсаттары мен тақырыптар беріліп отыр. Осы берілген тақырыптарға сай етіп, оқу мақсаттарының орындалуы негізінде қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын құрастырып постерге түсіресіздер.
және сол түсірген жұмыстарыңызды қорғайсыздар. Алдарыңызда ноутбукта қалыптастырушы бағалаудың арнайы дайын сілтемелері бар. Сол сілтемелерді алып, өз жұмыстарыңызда қолдансаңыздар болады. Просто мынаның құрылу деңгейін қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Біздің тақырыбы тәніміз жаратылыстану, тақырыбы тыныс алу мүшелері. Үшінші сыныпта алдық. Бұл жерде оқу мақсаты тыныс алу жүйесі және оның адамның ағзасындағы рөлін сипаттаймыз. Біз ең бірінші оқушыларға тапсырманы сәйкестендіру деп алдық. Мына жерде адамның жаңағы ішкі құрылыстары берілген. Бұл жерде балалар маркер пайдаланса болады. Мына оң жағында және сол жағында бірнеше сөздер жазып қойдық мүшелерде. Соны балалар дұрыс сәйкестендіреді. Бұл бірінші тапсырма. Екінші тапсырмамыз тест алдық. Тыныс алу мүшелеріне байланысты. Мысалы, бірінші сұрақ тыныс алу мүшелеріне не жатады дегенде А, Б, С, 4 жауап бар. Бала дұрыс жауабын таңдайды. Менің дене бөлімдегі орналасуы. Онда да 4 жауаппен мені жазып көрмей қалыптады. Енді бұл тест сұрақтарына 5-еу, 2-еу аз болады деп ойлаймыз. 10 сұрақ берсе болады. Үшінші кластың баласы жауап береді. Сосын келесі тапсырма, мысалы, мен былай жасар едім. Сок ішетін, шырын ішетін 2 трубочканы пайдаланатын едім да, сол 2 трубочканың басына қызыл 2 шар байлап қоятын едім. Сөйтіп әр баланың алдына дайындап, біз тыныс алған кезде өкпеміз қандай күйде кездеседі, қалай жұмыс жасайды. Әр бала үрлеген кезде 2 қызыл шар бірдей болып үрленеді. Сол кезде адамның өкпесі қалай дұрыс тыныс алып жатыр ма? Сол тапсырманы алсақ болатын еді. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Біз екінші топтағы тапсырма бойынша тіктөртбұрышпен шаршының ауданын табу болып табылады. Бұл жердегі мақсаты, оқу мақсаты тіктөртбұрышпен үшбұрышты шаршының тіктөртбұрыштың ауданының формуласы. Яғни барлықтарыңызға белгілі ауданның формуласын табу үшін аны бұға көбейтеміз. Екінші осы оқу мақсатынан алған кезде бұл жерде бұрыштарды көп бұрыштар және оларды латын алфавитінде белгілеу. Яғни біз ауданның формуласын алдық. С тең А көбейтілген Б және бұл жерде ең бірінші балаға осы формуланы білдіру, үйрету, формуланы қалай табылу жолын, формуланың латын әрпінде ол қай қабырғаларын табу керек. Арғарай осы формула арқылы жаңағы ауданның қалай есептелу жолын түсіндіру, талдаған кезде қабырғалары, ұзындығы, ені, жаңағы ауданды қалай табады, оны түсіндіру және талдау көрсету. Және осылай біз формула арқылы А мен Б қабырғасы, яғни бізде 8 бен 9 сантиметр болса қабырғаларын ауданның формулаға қарай отырып есептеу жолын балаға үйрету, жеткізу, талдау және көрсету. Осы формула арқылы баланың түсінуі, есептелу жолын шығару арқылы жаңағы бағалау. Жақсы. Рахмет, өте жақсы. Мәре сызығына кім бірінші жетеді? Құрметті әріптестер, алдарыңызда лабиринт сызығы сызылған қағаздар беріліп отыр. Әр топ мүшелері ауызбіршілікпен, ұйымшылдықпен жұмыс жасайғы. Лабиринт әдісінің мақсаты ауызбіршілікті, табандылықты, шыдамдылықты көздейді. Олай болса, кәне жұмысымызды бастайық. Маркердің қақпағын ашып жүргізіп шығасыздар, Екі қолыңызбен тіреңіз.
бірінші мынадан бастаймыз. Осыдан арқылы жүргізу керек. Мына жерден кіргіземіз, мына байланыстан. Сол нүктеге қоямыз. 1, 2, 3 ал бастаңыздар. Сіздер шығар береміз. Алиха кіргізіп Болды, жоқта шығамыз. кірмейсіз. Шықсақ болды ғой? Болды. Адаспадық. Болды. Уақыт шектеулі болған сабаққа. Өз пікірлеріңізді Құнды пікірлеріңізді жазыңыздар енді. Ручка жоқ. Кімнің телефоны? Надо десе болады. Вступление жаз. Вступление. Келмеген әріптестерім ренжімейді. Ашып береді семинар. Ашпайды. Ашып сабаққа кетіп көбінесе сабақ береді. Таң ұрып план Мына екісі. Құрметті әріптестер, ұстаздар, бүгінгі семинарымызға келіп қатысып атсалысқандарыңызға көп рахмет, алғысымызды білдіреміз.